Бүгін сіздермен өте дәмді локма жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы су қажет болады. Және оған бір ас қасық ашытқы саламыз. 2 қасық қант, 1 қасық тұзды саламыз да араластырамыз. Електен ұнымызды өткіземіз. Міне осындай консистенция шықты. Бұл консистенция құймақтың консистенциясына ұқсайды. 30 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Бетін жауып қоямыз. Енді біз қант шәрбатын дайындаймыз. Ол үшін бізге қант және де су және де лимонның суы қажет болады. Енді қантымыз ерігенше араластырамыз. Енді лимонның шырыны қажет болады. Үздіксіз араластырамыз. Қамырымыз көтеріліп тұр. Енді бізге кондитерлік қапшық керек болады. Кондитерлік қапшығымызға қамырымызды саламыз. Енді осылай видеодағыдай кондитерлік қапшығымыздан қамырымызды қайшымен кесіп тұрамыз. Қызарғанша араластырамыз. Біз қағазға локмаларымызды салып қоямыз. Қантты шәрбатымыз суды. Енді қантты шәрбатымызға локмаларымызды саламыз. Қатты ұстаудың қажеті жоқ. Локмаларымызды салып араластырып алу. Біз үстіне шоколад себеміз, немесе орех себуге болады. Біздің локмаларымыз дайын, өте дәмді болды. Подписаться етіңіздер.